Балалар, қазақ тілі пәні 46-шы сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түбір мен қосымша. Уақытыңды бағала. 33-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. 1 минут. Отбасында бәрі де өз уақытында жүріп тұрғанды жақсы көретін. Тек Талғат қана үнемі кешігіп жүретін. Талғат, кел, тамағыңды іш деп шақыратын шешесі. Қазір 1 минуттан кейін барамын деп Талғат кітабын оқи беретін. Бұл оның әдеттегі жауабы еді. Ылғи осылай дейді. Бір күні мектепте шаңғы жарысы өтті. Талғат шаңғыны жақсы тебеді. Бірақ ол жеңімпаз болған жоқ. Оның жолдасы 1 минутқа озып келді. Талғат екінші орын алып, үйге көңілсіз болып қайтты. Талғат біраз ойланып, 1 минуттың адам өміріндегі маңызын енді ғана түсінгендей болды. Рафиқа Нұртазина, Ләйлә Асқар. Мәтінге байланысты сұрақтарға жауап берейік. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақтар қойыңдар. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Талғат 1 минуттың да рөлі бар екенін түсінді ме? Оны түсінуге не себеп болды? Мәтін мазмұнына өз ойыңды қысқаша жаз. Мәтіндегі қарамен берілген сөздердің жазылуына назар аудар. Бұл сөздердің түбірін тауып, жазуда қалай өзгергенін айтып көр. 1 минут. Уақыттың адам өміріндегі маңызы зор. Уақытты тиімді пайдалану керек. Барлық іс-әрекет уақытында жасалған дұрыс. Талғат 1 минуттың рөлін түсінді. Ол жарыста жеңіліп қалғаннан кейін барып 1 минуттың адам өміріндегі маңызын білді. Мәтінде кездесетін қарамен жазылған сөздер. Жауабы кітабын. Яғни түбірі жауап. Сөйлемде жауабы деп өзгеріп тұр, иә? Кітап сөйлемде кітабын. П б-ға айналып тұр. Жауап, жауабы П б-ға айналып тұр екен балалар. Қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Кітап, кітабы, парақ, парағы, арып, арпы, халық, халқы. Ережені жаттап аламыз балалар. Суреттегі сөздерді жұптастырып жаз дейді. Жұптасқан сөздерді салыстырып, түбір сөздің жазылуын өзгерткен қосымшаны ата. Ерік, еркі, орын, орны, көрік, көркі. Сөздерді жұптастырып, қатесіз жазамыз. Мақалды қатесін түзеп жаз. Ел көркі мал, өзен көркі тал дейді. Ал енді балалар қатесін түзетіп жазайық. Ел көркі емес, ел көркі мал болады. Өзен көркі емес, өзен көркі тал болады. Мақалды қатесіз көркем дәптерімізге көшіріп жазайық. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.